Алло? 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 Я ағай, естіліп тұр, қалыңыз қалай ағай? Жақсы, сәлемет па айналайын. Өз қалдарың қалай? Жақсы. Ағай, қазір кіріп жатыр ақырында барлық студенттер басқа сабақ болған ғой бізде қосымша бүгін. Бұрын соңды просто енді қосылып жатыр ағай қазір. Аха, давайте, подключайтесь мен. Алло? Алло? Слышно, ағай, слышно. Аха. Онда, Лаура, мен уже бастай берейін. Өйткені мына уже әлгі звон. Аха, мен бастай берем. Қалғандары по ходу қосыла береді. Значит, условия как прежде. Если связь үзілмесе, все будет нормально, а если үзіліп қалса, мынау неге сразу хабарлайсыңдар әлгі. Ага, хорошо. WhatsApp-қа. Үзілмейтін шығар, уже вот Құдай қаласа соңғы 2 апта болды, все нормально, там без срыва все было. Ал енді жарай, жақсы, енді бастаймыз сабақты. Қазір мен мынау демонстрация экранын басып алайын. Так, демонстрация экраны да, қазір. Так. Экран көрінді ма? Экранда бір кітап көріну керек. Показалась книга на экране? Пока еще нет, ағай. Сейчас. Что, не показалось, да? Нет, нет. Жоқ. Қазір онда, еще раз басайын. Демонстрация экрана деген қай жерде, еще раз басайын. Так. Теперь как? Болды, шықты. Ага, вот все. Нормально, значит, тогда. Так, смотрите, вот қазір мен мынаны былай қарай алып тастайын. Куда его убрать? Вот сюда уберу, былай қарай, на жаққа. Вот сюда уберу. Так, вот смотрите, экранда сендерге мен бір бүгін жаңа кітап көрсетем. Қазір мына бетті запомнить етіп алайын. 200 қанша? 296 бет. Қазір осыған қайтып келем. 296 бетке қазір қайтып келем, мен басын көрсетіп алайын. Значит, былай, анау, енді мен сендерге әлгі сұрақтарды түгел тараттым. Экзаменационный, рубежка барлығы бар. Енді былай ғой, кейбір адамдар ойлайтын шығар, осы менде кітап көп бос егет деп ойлайтын шығар кейбір адамдар. Менде обратный проблема. Мен, наоборот, өзімде кітап көп болғаннан содан страдай кетем. Сол көп кітап страдай кеткенін айтайын. Енді анау, мысалғы, менің анау кітапханамда әлгі папка дейді ғой, папканың ішінде по тема бөлініп қойған. Мысалға, мынау физика, мынау математика, мынау. Соның ішінде мынау ОСС, БСС деген, мінекей мына жерден жазуды көріп тұрсыңдар ма, мінекей? Энд ОСС, БСС деген. Көрініп тұр ғой, е? Иә. Ағай, доступ ашыңыз. Нені? Доступ ашыңыз магистранттарға. Кіре алмай отыр екен. Қазір. Все, қазір. Қайда кетті қалды олар? Я их не вижу. Подождите, где они? Так. Они же обычно мұнда маған қайтадан бассыншы, нені әлгі кіруге қайтадан бассын, әйтпесе маған мына жерде көрініп тұрған жоқ олар. Я их не вижу здесь. Айтыңдар қайтадан бассын. Так, енді, хорошо, мына кітап жайында. Мен сендерге өткен жолы көп кітап жібердім. Сол енді, видишь, әгі кейде, наоборот, көп кітаптың минусы да болады екен. Ана кітап көп болғанда, сен анау әлгі тоғайдың ішінде көп ағашта адасқандай, ана басқа кітаптарға назарың ауып кетеді.
соның ішінде кейде байқамай қаласың жақсы кітапты. Мінекей мына бір кітапты, сол көп кітаптың ішінен бүгін көріп өзім соған таңғалып отырмын, ойпырмай мынандай жақсы кітап бар екен-ау, мен бұны бұрын қалай көрмегем деп. Енді ничего, енді орыстар айтады ғой, ничего деген сөз бар ғой, ничего страшного. Осы кітапты мен бүгін или ертең сендерге қайтадан жіберем. Өзі жіберіп атқан 4 адамым бар ғой, ана, білесіңдер ғой, ана, кім, өздерің білесіңдер ғой, енді 4 адрес менде. Енді былай, бұл кітапты жіберем, енді мен сендерге мынандай просьбам бар, анау, осы кейінгі соңғы 2 аптада жіберген кітаптарды сендер қайтадан бір не ашыңдаршы, әлгі библиотека дейді ғой, анау, қалай деп аталушы еді әлгі, Google диск или Яндекс диск или Mail диск, сондай бір дискіде кітап ашып, соған осы кейінгі, именно мен апрель айында жіберген кітаптар өте тамаша сендерге. Осы апрель айында жіберіп отырған кітаптар, соны отдельный библиотека ашып, сосын маған несін жіберіңдерші, кіретін адресін. Ол енді былай, мен сендерге хатта бұрын талай жаздым ғой, мен сендерге қазір бұның бәрін оқы деп айтпаймын, и не заставляю, это и не надо, слишком много информации, но бірақ бұл келешекке керек. Мысалы енді келесі жыл сендер құсаған магистранттар оқиды, одан кейін тағы оқиды, сонда бұл сендер осы облачный библиотекаға, анау Яндекс, Google немесе басқа бір дискіге осы кітаптарды именно осы мен апрель айында жіберген салып қойсаңдар, сонда бұл сендердің анау келешек өздеріңнен кейін әлгі ізбасар магистранттар, студенттерге сендердің бір жасаған сондай қамқорлықтарың болады. Жарай ма, естіп жатсыңдар ғой. Соны сделайте еще одну другую библиотеку, другой кітапхана сделайте, и соған осы апрель айында кітаптарды закиньте, и осы, мінекей, мына біреу 6 әріп жазсаңдар болды. Осысы, палочка, дробь БСС деп бітті. Сол кітаптардың барлығын закиньте, тамаша кітаптар. Оның ішінде орысшасы да бар, ағылшыншасы да бар. Ал жарайды, енді мен жаңағы айтқан 296 бетіме қайтып келейін. Так, 286, ой, 293. Қайда кетіп қалды? Так, что-то здесь. 94. Міне, енді қараңдар, осы БСС сабағында сендер байқаған шығасыңдар ғой, ылғи осындай нелер, мынау сурет дейді ғой, рисуночный ылғи схемалар. Барлығы көп осындай схемалар. Мінекей, қазір сендер мынандай бір схеманы көріп отырсыңдар, одан кейін қазір мен сендерге мына жерде жазып ағам өзімнің беттеріммен ашып отырайын. Так, 296-ны аштым, келесі не 254-те болады. Мінекей, 254, мінекей, тоже схема осы, мына схемада ылғи байқаңдар, мінекей, ылғи мынандай стрелкамен көрсетіп жатыр. Анау анда кетті, мынау мында кетті деген ылғи осындай схема. Так, 254-ті көрсеттім, одан кейін 250 деген бетті ашуым керек, қазір ашайын. 250. 52. Мінекей, мен сендерге таратқан әлгі экзаменационный сұрақтар менен рубежканың сұрақтарында мынандай бір сұрақ бар. Бидеп аталады. Мынау C++, содан кейін жаңағы қайтілет Java, сосын C++ тілінің ерекшеліктері. То есть, мен анау сұрақты әдейі сондай сендерге жеңілік қойдым, ерекшеліктері, специфичные особенности. Ол не деген сөз? Ол мысалғы, сендер, конечно, мысалғы ол C++ деген тілде үлкен тіл, анау Java деген тілде үлкен тіл, Fortran деген тіл бар, Pascal бар, Basic дейді, ой, не көп осы дүниеде қазір мынау алгоритмический тілдер көп. Бірақ сендер сонда мен анау соны сұраққа енгізгенім, идея была какая? Идея была такая, что сендер түсінулерің керек, что осы мынау IT технологиясы дейміз, жаңағы оның ішінде жаңағы БСС бар, осысы бар, анаусы бар, мынаусы бар. Сонда анау программированиемен істейді екен көп нәрсені. Без программирования, короче, там ничего не делается, орысша айтқанда. И вот
что интересно, осы БСС технологияларында мінекей мынау сендерге мінекей мына кітапта жаңа нешінші бет дедім, 252 бет қой деймін мынау. Қазір көрсетейінші, мінекей 250. В общем, вы видите коды, написанные на Java, мынау Javада. Енді бұл былай, бұл тіл дегеннің мысалғы қазақ тілі қандай бай болса, орыс тілі сондай бай, ағылшын тілі де бай, бәрі де бай, мына жерде алгоритмический тіл, бұлар да бай. Оның барлығын зубрить не надо, это и невозможно. Просто ерекшеліктер деген не? Ерекшеліктер деген әрбір тілде бывает эти былай деп айтады, специфичные виды переменных. Анау айнымалыларды қалай айтады, мынау интежер дейді, целый тип перемендай, действительный дейді, двойная точность дейді. Сосын каждый тілде цикл деген болады. Анау, мысалға мен жас кезімде анау әлгі бейсикпен көп жұмыс істедім, сонда for next деп, в общем, цикл. Сосын структурированная кейде тіліңде шатысып кетеді. Қалай, мынаны байқамай басып қалдым қазір. Структурированные типы данных деген болады. Сондай бір ерекшелігін ғана айтсаңдар болды, ол жерде глубоко не надо заходить. Жаңа міне. Осы кітап доказывает, что мен сол сұрақты специфичные особенности языков C++ және Java дегенде, оказывается, мен ол сұрақтарды әлгі с потолка алған жоқпын, еріккеннен алған жоқпын, действительно мінекей солай. Мына жерде мінекей көріп тұрсыңдар. Так, енді келесі көрсететінім 249 бет дейді. 249. Ол жаңағы не ғой тоже әлгі ылғи стрелкалар туралы қазір мен айтам, оны кейінірек айтам. Так, келесі көрсететінім 126 бет дейді қазір. 126. Тауып алайын бетімді. Мінекей көріп тұрсыңдар ғой. В общем, мынау бір жағынан мынау осысы БСС сабағы, мысалға осы менің сабағымда, осы біздің сабағымызға қазір бір математик келіп отырса, ол айтады, ой, мен математикпін, мен сендер түсінбеймін, бірақ мыналарың қызық қой өзі, мыналарың ойыншық қой дейді. На самом деле он прав, потому что мынау осысы БСС системасында өздерің қарап отырсыңдар ғой, анау әлгі математиктер неге олай деп айтады? Өйткені олардың түсінігі бойынша, мысалға анау Лагранж теоремасын алайық. Лагранж теоремасында анау шығады, анау шығады дейді да, ылғи формуламен сосын олар айттай ұра береді. Былай қарасаң, логично, сен анау әлгі шахматтың ойын сияқты ғой. Сен анау ходтарды білсең, анау үлкен 2-3 бетке кететін формуладан біреуін шығара бересің. Мына сабақта байқайсыңдар, ондай жоқ. Это бірақ ол здесь математик ошибается, это не означает, что мына сабақ оның түсінігі бойынша әлгі как бы легкий олай емес. На самом деле, қазір мен сендерге айтайын. На самом деле, мына жерде тұрған бір стрелканың өзі бәленбай фирмалар, бәленбай прибор жасап, ол прибор жаңағы не деуші еді, әлгі аналоговый формада кетеді, цифровой формада кетеді, ішінде жаңағы интегральный микросхема кетеді, АЦП дейді, аналоговый цифровой преобразователь, АЦП дейді, ЦПА дейді, цифроаналоговый преобразователь. Құда, енді керемет шымшытырық математика да кетеді, бұның ішінде физика да кетеді. Мына каждый стрелка, мына тұрған каждый стрелканың ішінде бәленбай прибор, бәленбай интегральный схема. В общем, оны просто жаңағы математик сырттан келген ол түсінбейді. Сондықтан мен ол сөйдеп айтса, ой, 90, мынау не, мынау, былай қарасаң бір ойшық дүние ғой десе, мен айтам, ей, дорогой математик, ты подожди, сен мынаның ішінде, мына каждый стрелкада не жатқанын сен білмейсің деп, сосын мен оған айтам, бұның ішінде жаңағындай цифровой техника да кетеді, аналоговый да кетеді, программирование да кетеді, ИМС да кетеді, интегральный микросхема. Сосын біз мынау изображение неден көреміз? Біз дисплейден көреміз. Дисплейдің өзі кетеді оның кейін түрге бөлініп. Матричный, светодиодный дисплей, жидкокристаллический дисплей кетеді. Анау бұрынғы дисплейлер білесіңдер ғой, электронно-лучевой трубкамен кетеді. Ой, в общем, мен қысқасын айтқанда, сонда мен ол жаңағы менің сабағыма келген математика сөйдеп түсіндірем. Вот, значит, вот
Мен тағы да көріп ғой, действительно түсінбеген адамға бұл сабақ бір как будто бір қызық бір ойыншық сияқты болып кетеді. И вот теперь вернемся теперь мынаған. Міне, что означает каждая стрелка? Каждая стрелка, мына жерде немен деп тұр, MPLS network, сеть қой, сеть. В общем, описывается какая-то сеть. Значит, енді былай, мынау стрелкаға келейік. Бұл стрелка, маған біреу кеп айтса, үлкен бір кісі кеп, мысалға менің бұрынғы ұстаздарым кеп айтса, ой, 90, сен біздің басымызды қатырма, сен бізге анау ғылыми тілдің керек жоқ, сен бізге по-простому түсіндірші, по-простому, по-народному. Мынау тұрған, мынау шым-шытырық стрелкалар не десе, мен сонда ол кісіге айтам, ой, ағатай, ой, құрметті менің ұстазым, мен сізге по-простому айтайын, бұл каждая стрелка, это поток информации дейін. Поток информации, бұл информация ағыны. Өткен жол мен сендерге әлгі Шеннон теоремасын дәлелдеп кеттім ғой. Өзім соған өзім қатты мақтанам. Мына өзім ойлаймын, осы мынау рет қой кафедраның аты. Осы рет кафедрасында осы Шеннон теоремасын тәпіштеп тұрып, точно дәлелдеп берген осы мен бірінші шығарым деп өзім солай деп үміттенемін, по крайней мере. 100% не уверен болсам да, бірақ сондай өзімнің үмітім бар, что Шеннон теоремасын о потоках информации, наверное, впервые на этой кафедре доказал я деп, өзім сондай бір жақсы мечтам бар өзімнің. Соған мен әлгі айтам енді, мысалға менің ұстазыма, ой, мысалға айталық, Қанат Төлеуханович, бұл каждая стрелка, это потоки информации. Шеннон айтқан поток информации. Теперь дальше идем. А что такое здесь вот? Вот видите, да, вот рисунок тоже. Ылғи потоки информации. Анда кетет, мында кетет. Көріп тұр ғой мінекей. Ой, қайда кетіп қалды қой, жаңағы сурет жоғалтып алдым. Мінекей. Мына жерде как облачные технологии істелінген ғой. Мынау бір облако, мынау екінші облако. Айдай туда-сюда потоки информации гуляют, қысқасын айтқанда. Енді қайда кетіп қалды нәбір. Енді былай ғой, біз жаңағы поток информации деп айттық. Енді осы жерде жаңағы біздің мамандық емес, басқа мамандықтың, мысалға математик бір кісілер отырса, айтады маған, а сен онда дальше скажи, а что такое поток информации? Что это такое дейді? Сол кезде біз уже мынау связистер, сендер енді рет связисттер ғой, сендер анау білесіңдер, что информация екі түрде кетеді. Екі түрде. Анау цифровой информация 0 единица кетеді, 0 единица менен кете береді. Там, Құдай сақтасын, десятки миллионов 0 единиц. Теперь цифровой түрде информацияны жаңағы 0 единица менен туда-сюда качай кету ол оңай. Особый проблема жоқ. Ну, әлгі код дейді ғой, NC код. NC код пенен жаңағы А деген буква, значит, бәлендей 0, бәлендей единица, Б деген буква түгілендей 0, түгілендей единица кете береді. Сосын из букв складывают слова, предложения, солай кете береді. Теперь цифровой, да, несложно. Но более интересный, это когда вот информация идет немен. Білесіңдер ғой, сендер бұрын талай естіген шығарсыңдар, аналоговый сигнал деген бар. Аналоговый техника, ол әлгі құрып кетпейді, ол өлмейді. Цифровой техника көп дамса да, аналоговый сигнал, ол, мысалғы, электромагнитный толқындар, анау эфирде тарайды ғой, эфир. Сонда электромагнитный толқындар аналоговый формада тарайды. Анау әлгі спутниктен тарасын, неменет, жаңағы антеннадан тарасын, бізде енді Қазақстанда қайсы еді, шалқар программа дейді, мысалға, сол радио толқындар көп жағдайда аналоговый толқында тарайды. И вот смотрите, осы аналоговый сигналға байланысты мынау теория өте мықты дамыған. Мінекей мен сендерге қазір бір журналды көрсетіп отырмын. Мына жерде экранда көрініп тұр. Мына журналдың аты УФН дейді, көріп тұрсыңдар ғой, менің мышкам тұрған жерде. УФН, успехи физических наук, 2006 жылы шыққан сол журналда бір статья. И вот смотрите, кімнің статьясы, қараңдар. Мынау где-то бір, знаете, қай жылы басыпты? Осы статьяны мынау Котельников деген кісі, еще ұлы отан соғысы басылмай тұрғанда
істепті алғашқы результатын. Соң кейін қосып жақсы результат алған. Дейді, о пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи дейді. Алло, көріп тұрсыңдар ғой, е? Алло. Көріп тұрмын. Вот смотрите, как статья называется? Статья называется «О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи». Автор кім? Автор Котельников, В.А. Котельников. Негізі мен өзім ылғи сабақ басталғанда студенттерге бәріне мақтаймын ғой. Осы орыстардың орыс әдебиетінде жазылған кітаптары да мықты, өздері де мықты, вообще бәрі мықты деп. На самом деле солай. Теперь осы Котельников, өзінің жазған нәтижесінде, мақаласында, что он доказал, смотрите, ол мынандай нәрсені доказывает. Мына жерде мінекей бір деген формула тұр ғой, бір деген формула, мынау F атты какой-то сигнал, жаңағы антеннамен келсін, эфирден келсін, аннан келсін, мұндан келсін, әйтеуір радиотолқын деген, қысқаша айтқанда, вот радиотолқын. Соны он доказал, что осы радиотолқын мынандай функцияменен келтіріледі, мінекей. Бір деген формулада көрініп тұр. Енді осы функция несімен қызық вообще? Бұл функция негізі кейін шетелдіктер бұны признавать етіп, Котельниковты. Бірақ олар да қу шетелдіктерде. Өздерінің кейінгі жазған кітаптарында мына формуланы тапқан Котельников советский ученый деп айтпайды, олар да пәле қу оларда. А мына формуланы пайдаланады, айтпайды сонда советский союздың инженері тапқан бәлен түгілен деп. Жарайды, енді айтпаса қойсын, одан не деуші еді әлгі мына жақтың кеміп жатқан ештемесі жоқ. Смотрите, вот эта формула, как бы простая формула. Теперь мына формуланың, то есть получается мына формула, знаете, несімен қызық, Котельниковтың формуласы жаңағы. Мінекей айттық қой, о пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи. Бұл формула чем интересна? Бұл формула интересна тем, что мынау аналоговый сигналды әрбір жекеленген нүктемен келтіреді. То есть по точкам дейді ғой, мінекей әгі точка. Мысалға, қараңдаршы, біз бір судан секіріп өткенде біз қалай секіріп өтеміз? Біз ан жерге бір кірпіш қоямыз, ан жерге бір кірпіш, сөйтіп аттап секіріп өтеміз судан. Солай ғой. Оны сплошной кешпейміз. Мұнда да солай. Мынау Котельниковтың формуласы, мынау по дискретным точкам дейді. По дискретным точкам жаңағы периодический сигналды айдап өтеді, қазақша айтқанда. Представляет, изображает. Вот эта формула, знаменитая формула Котельникова. Электросвязь, радиотехника, вообще передачи сигналов аналоговый да қатты қолданады. Енді осы Котельниковтың формуласында мен өзім ойлаймын, бүкіл радиотехника, телевидение, электроника жағының мамандықтары бұл формуланы білу керек. Неге? Мінекей, мен соның қазір несін дәлелдеп беремін, что почему білу керек. Мынау, еще раз қайталап айтам, вот эта формула, она представляет весь сигнал по дискретным точкам. Причем вот это 2F1, это фиксированное, орыста бір сөз бар ғой, естіп застолбить дейді. Застолбить, то есть тұрақты қылып алады деген мағынада ғой. Сондай бір частота бойынша пошагово идет. Енді жарайды, мына жерде ол енді, мысалғы, сендер енді пока магистрантсыңдар ғой, мысалғы, мен уже как ученый ретінде, әрине, мына формуланы полностью қайтадан мінекей әрі қарай осының выводымен дәлелдедім, мінекей қазір, былай қарай, Так, әрі қарай все выводы я в выкладке делал. Теперь осы жерде, так, қайда кетіп қалды мына жерде. Мынау жаңағы формуланың мынау несін айтайын мен, ол мынау вообще практикада несімен құнды. Мінекей мына жерде бір суретті көріп тұрсыңдар ғой, биде айтылады. Постановка задачи интерполирования. Интерполирование деген сөз, интерполирование деген мінекей былай. Мына нүктеде функцияның мәнін берген эксперимент арқылы. М0, М1 деген нүктеде берген, мына нүктеде берген, мына нүктеде берген. Ал мынау арасында, мінекей, мынау арасы, қазақша айтқанда әлгі, не дейді ғой? Әлгі провал, арасы әлгі, қазақта қандай сөзбен айтушы еді әлгі?
жыра дейді ғой, қазақта сондай сөз бар, иә, жыра. Вот представьте себе, мына жерден мына жер, а мынау әлгі жыра. Сонда не істеу керек? А мына жердегі значениелер белгісіз. Сонда мынау интерполяция деген, ол мынандай теория. Ол мынау арасындағы нүктелерді сен білмесең де, бірақ мынау арқылы, сосын мынау арқылы по точкам. Сен соны есептеп шығасың. Вот интерполяция деген өте қызық нәрсе. То есть сен мынау промежуточный неизвестный нәрселерді по вот этим известным точкам арасын есептеп шығасың. Вот мынау интерполирование деген сол, мінекей. Задача интерполирование солай қойылады, мінекей. Мынау белгілі, ал арасында берілмеген дейді ғой қазақтар. Берілмеген жердегі мәндерін сен жаңағы интерполяциямен табасың. Енді әрі қарай мен интерполяцияға кіріп кетейін деп тұрған жоқпын. Ол өткен жолы сіздерге мен бір айтқан шығармын. Мынау математические вопросы в инженерных задачах деген өзі бір бөлек өзі пән сабақ болу керек. Ондай сабақ мен мысалы Қарағандыда оқығам. Применение математических методов в решении инженерных задач деген. Ол енді ол әрі қарай, ол Ньютон интерполяциясы дейді, Лагранж интерполяциясы дейді, ол енді уже басқа сабақ. Мен сендерге қазір просто мынау идея интерполяции осыны ғана айтсам деген ойым еді. Енді мынау осы интерполяция, ол өзі математиктер оны бөлек шешеді. Специально олардың мінекей көріп отырсыңдар ғой, теориясы бар. Мына кітап, қазір мен сендерге айтайын, мен өзімдегі кітаптармен мақтанып жүрмін ғой. Мінекей көріп тұрсыңдар ма? Основы вычислительной математики Демидович Маран деп аталады. Демидович Маран, основы вычислительной математики. Мінекей 66 жылы шыққан кітап. В общем, мен осы өзім қаншама осы сабақ берсем, қаншама өмір сүрсем, осы советский кездегі шыққан кітаптарды мақтаудан жалықпаймын. Ол шетелдіктерде соны признают, шетелдіктер мойындайды. Анау советский әлгі наука, советское образование, а білім беру. Енді ол білім беру деген не? Білім беру деген осы кітаптар. Осы советские образования, советские кітаптар, они самые лучшие в мире, оны даже шетелдіктер өздері де мойындайды, қысқасын айтқанда. Так, енді жаңағы неге келейік? Қайтадан Котельниковқа келейік. Сонда мінекей Котельниковтың мынау 9 деп тұрған формуласы, по сути, он сделал интерполяционную формулу. То есть он сделал интерполяцию, но только интерполяцию он сделал не методами математиков, математиктердің методына сүйенбей, он сделал вот сам, өз бетінше. Вот, здесь у него своя теория, айтып отырмын ғой, оны мен жаңағы математические методы в инженерных задачах деген отдельный курс оқысам, маған берсе, сондай сол кезде айтам, а қазір мен только сендерге қысқаша айтып кетуім керек. Как вот 9-я формула, значит, он решил здесь интерполяционную задачу. То есть сен анау сигналды беріп тұрғанда, сен арасында бір точкалар қалып қойса, қысқаша айтқанда, сен соны анау крайний, одан кейін ар жақтағы точкалар арқылы сен есептеп шығасың. А в теории сигналов это очень важно. Почему важно? Это, вот смотри, өздерің білесіңдер ғой, любая система передачи сигналов, любая система, она всегда работает с потерями. Мынау әлгі мына менің үйімде де қазір осы сендерге сабақ өткізіп отырмын, анау коридорда ана жақта Wi-Fi тұр. Сол Wi-Fi, одан кейін анау әлгі не деп атаушы еді әлгі. Короче, ылғи сондай промежуточный приборлар, слабый болып қалған сигналды қайтадан күшейтіп отыратын көрінеді. Слабый болып қалса сигнал, анау Wi-Fi дейді, модем дейді, тағы бір аттары бар. Wi-Fi, модем, маршрутизатор дейді, тағы бір екі аттары бар еді. Солардың барлығының функциясы слабый болып қалған. Или вообще жоғалайын деп тұрған сигналды қабылдап алып, күшейтіп әрі қарай жібереді. Сонда вот получается арасында пропавший точкалар болса, жаңағы әлгі кім еді, міне, ой, мына жерде мен
жарайды, бұның керек жоқ енді, қайтадан оны іздеп атам ба. Короче, он позволяет жаңағы арасында жоқ точкаларды восстановить по этим известным точкам. Вот осы Котельниковтың теоремасы. Енді, так, бұны айттық. Так, анау не қайда кетіп қалды? Жоқ. Міне. Алло, естіліп тұрмын ба мен? Алло. естіліп тұрсыз. естіліп тұрсыз. Так, мына жерді қазір мен запомнить етіп алайыншы, нешінші бет мынау? 414-ші бет қой. Қазір қайтып келем. Мінекей, қазір мен, ойбой, мына жерде ең қызған кезде қазір айтыңдаршы, не көрдіңдер экраннан? Уақыт туралы ағай. Заканчивается время деп маған шықты. Мен сендерге көрсетіп тұрмын. Көрдіңдер ма? Иә. Көрініп тұр. Так, көрсеңдер онда. Значит, енді маған онда сендерге 9 минут уақытым қалды. Мына 10 минут деп шықты, уже 9 минут қалды. Енді бұлай, бұл предупреждение шыққаннан кейін, мен енді әлгі, не деуші еді, әне бір сөздің аты қалай еді? Өй, татыр. Протокол дейді ғой. Протокол бойынша мен анау қазір өйткені ол бұлай, ровно 9 минут өткеннен кейін, өзі жалп етіп мынау зум өршітіп тастайды. Жалп етеді де өршітіп тастайды. Сондықтан мен заранее сендерге бүгін сабаққа қатысқан магистранттардың бәріне бүгін заранее сендерге рахмет айтып алайын. Сабаққа келгендеріңе көп рахмет. Мынау қасиетті ораза қабыл болсын. Барлықтарыңа амандық болсын. Аман есендік, жақсылық, бәрі жақсы болып, бәрі аман болып, солай жақсы бола беріңдер. Бірінші рахмет айтып алайын. Екінші, енді балалар, ол да протокол бойынша. Мынау сабақ туралы, бүгінгі өткен сабақ туралы өздерің бір-екі ауыз пікірлеріңді айтыңдар. Ал, тыңдайым. Рахмет ағай бүгінгі лекцияңызға. Шынымен де келіп жатқан оразаларыңыз ұстап жатқан барша жандарға қабыл болсын. Енді еліміз тыныш болып, аман есен осы вирусты жеңіп шығайық. Тездетіп көрісуімізді де тілеймін. Лекцияңыз жақсы өтті, рахмет. Ағай, менде мынандай сұрақ бар еді. Алдашева Лаура Сабитханқызы, жазвет декреттік демалысқа кеттім. Жақатаев 90 ағайларына мүмкін береді деп, соны сұрайын деп едім сізден ағай. Сіз бересіз ба сабақ сол кісінің пәнінен? Иә, мен берем аха. Сонда ағай, WhatsApp-қа жазамын ба? Аха, сен Лаурасың ба, қазір сөйлеп тұрған? Иә, Лаурам. Так, онда былай істейік, айналайын. Мына жердегі каждый секунда қымбат. Мына жердегі уақытты алмайық, оны сен маған әлгі емейл почтама жаз, емейл почтама, или WhatsApp-қа жаз, ол кісінің сабағын мен өткізем, оны срыв жасамайық. Сен маған хабарлай, айт қай кезде болатын, сосын өткізейік сол кісінің сабағын, жарай ма? Жақсы ағай, ол кісінің сабағынан біз сол презентация жасаймыз, соны жіберіп жатамыз, былай осылай Zoom сабағына кіріп негізі өтпейміз. Тек почтасына жіберіп отыратынбыз слайд. Жоқ, енді хорошо, оны айтып отырмын ғой, давай қазір мына жердегі қымбат уақытты алмайықшы, оны сен маған емейліме жаз, WhatsApp-қа жаз, әрі қарай дальше келісеміз. Мен ол кісінің орнына сабақты өткізуге келісіп отырмын, келісемін, қарсы емеспін, Zoom арқылы мен өткізе аламын. Ал енді қазір, в общем, сендер самый главный айтыңдаршы, бүгінгі сабақ бәрі понятно, бәрі жақсы болды ма? Иә, ағай, уақыт уже келіп қалған сияқты, бәрі онда шыға берейік бәріміз. Түсінікті болды.
Жоға, мына өзі өшіріп тастайды, оған шектен шыдасаңдаршы, хотя бы бір минут, 2 минут болса да мен айтып қалайын, полезная информация. Короче, смотрите, вот ряд Фурье туралы, жаңағы гармонический сигналды Фурье қатарына жіктейді. Сол мынау теория связида қатты қолданады. Ряд Фурье мінекей. Көріп тұрсыңдар ма экраннан? Ряд Фурье дегенде? Алло. Я көріп тұрмыз. И вот смотри, вот в теории сигналов осы ряд Фурье керемет қатты роль атқарады. Енді мен мына жерде бұл ряд Фурьені мен айтып отырмын ғой, әлгі бір-екі минут қана уақытым бар қазір сендерге айтып өтуге. Вот теория ряда Фурье, разложение сигнала неге мінекей периодический сигнал соны разлагает. Разлагает деген былай, мінекей мына суретте 121 деген суретте мінекей қараңыздар, мынау жирный сызық это основной функция. Ал мынау пункттер, соны жаңағы мынандай мінекей, мынау 1 функция, 2 функция, 3 функция, сондай әртүрлі функциялардың қосындысына жіктейді. Мынау основной функцияны, мінекей қайталап айтам, жирный функцияны, анау пункттермен салынған көп функцияға жіктейді. Осы жіктеу, міне жерде тұр ғой мінекей, синус омега альфа 1, мынау А2, омега альфа 2, осындай қатарға жіктейді. Осыны ряд, мына жерде 3-те көрініп тұр мінекей. Фиатки, вот мынау сумма ряда. Осы теорияны разложение функций в ряд Фурье деп аталады. Мінекей, теперь смотрите, где же это, подожди. Вот, главная формула 5А. Вот это значит любой периодический сигнал, а это разложение его в ряд Фурье. Бұл радиотехникада қатты қолданады. Неге қатты қолданады? Өйткені кез келген сложный сигналды, радиосигнал или телесигнал, соны гармонический функцияның более простой дейміз ғой. Более простой, анау әлгі радиопередатчик, анау әлгі мысалға айталық, қалай деп атушы еді әкім? Колебательный контур арқылы шығарылатын сигналдардың осындай қосындысына жіктейді. Бұл радиотехника теориясында осы мінекей мынау 5А формула вот очень сильную роль играет. Жаңағы Котельниковтың жаңағы несі осы ряд Фурье, теория Фурьеға негізделген жаңағы Котельниковтың нәтижесі. Так, енді бұл теория ряда Фурье, оны мен тағы да қайталап айтам. Сендер қазір оқысын деген емес, просто келешекте үлкен, мысалға шетелге кетіп қаласыңдар, басқадай мықты жерлерде істейсіңдер, сонда білулерің керек просто. Вот изложен, видите, Фихтенгольц, тоже мощный автор. Курс дифференциального интегрального вычисления, том 3, Фихтенгольц. Осында ең мықты жазылған осында. Бұл Фихтенгольц дегеннің бұл керемет, енді 3 томдық кітап жазған, әрбір томы 700 беттен тұрады. Вот 3 тома это дифференциальное интегральное исчисление, бүкіл математика. Мен осы Фихтенгольцтің кітабын математиканың энциклопедиясы деп түсінем. Просто сендер келешекте мықты маман болу үшін біліп жүрсін деп айтып атқаным ғой. Вот трехтомник, знаменитый трехтомник Фихтенгольца деп аталады. Так, ал енді балалар, қалай дедіңдер? Бүгінгі сабақ сендерге былай нормально, понятно, хорошее впечатление осталось, да? ағай. Так, что еще? Рахмет ағай, жақсы өтті. Мынау көрдіңдер ғой, мен жаңағы Фихтенгольцті листайт етіп жатырмын. Ой, енді керемет кітаптар ғой. Өзімнің осы личный библиотекамдағы кітаптарды анда-санда өстіп, енді ол айтып отырмын ғой, мен есептеген жоқпын оны. Есептеуге целый бір үлкен кітапхана 1-2 жыл отырып есептейді оны. Целый кітапхананың кісілері. Былай анда-санда бір кітаптарды ашып қарап, листайт еткенде өзім бір керемет, сондай қуанып қалам ғой. Не бір жақсы кітаптар, мінекей ряд Фурье. Жаңа бұл енді, так, Фихтенгольц. Бұл Фихтенгольцтың кітабын анау американдықтар қуана аударып апты өздеріне. У них нет такой книги, қысқасын айтқанда. Так.
Көрдіңдер ғой, сонда Құдай жаңа енді где-то бір осы Фурье разложение функций в ряд Фурье, соның өзін где-то бір 60-70, может 100 бетке излагать еткен ғой бұл. Енді ондай подробный изложение нигде нету. Вот. Сондықтан мінекей әлгі вот, міне, видите, да, стоящие волны. Вот. Это тоже в теории связи часто бывает. Стоящие волны. Кстати, вот осы стоящие волны туралы мына бүгін қарап отырсыңдар ғой. Аспанда бұлт жаңбыр жауып тұр. Оның біздің осы мамандыққа қатысы бар. Білесіңдер ғой, почему? Ну, жарайды енді, уақыт аз ғой, мен өзім айтып шығайын. Мынау облако и земля, они вот как, мынау левая пластина, правая пластина сиқаты, как два конденсатора, земля и облака, как оплатки двух конденсаторов. И тогда, когда облачное небо, мынау радиотолқындарды возбуждать етіп, передача жүргізуге